Баршаңызға сәлем. Бүгінгі премьерама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен туылған күн мерекелік дастархан рецепттерін бөлісетін боламын. Сіздерден барынша қолдау күтемін. Видеоға лайк басып, астына жылы пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қазіргі таңда тренд болып жатқан хит корона тортын бірге жасайтын боламыз, және де тортты қалай дұрыс қаптау керек, сол жайлы сіздермен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Егер де торт жасайтын болсаңыз, торттың сыртын дұрыс қаптай алмай жүрсеңіз, міндетті түрде осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Ең алдымен бізге осылай таза шоколадымыз қажет. Ақ шоколад болуы міндетті. Осылай колебаут шоколадын мен қолдандым. 80 грамм ақ шоколадымызды ысты қайнап тұрған суымыздың бетіне тарелкамызды салып, колебаут шоколадтарымызды осылай ертіп аламыз. Міне біздің шоколадтарымыз осылай еріп шығады. Еріп шыққаннан соң астын сөндіріп, келесі этапты орындайтын боламын. Таза құрғақ ыдысымызға бөлме температурасындағы 82% таза сары майымызды ыдысымызға салып, қант ұнтағын қосып миксерлейміз. Бізде кремге қолданатын кезде міндетті түрде 82% сары май болуы қажет. Сонда ғана біздің креміміз жақсы болып шығады. Осылай бөлме температурасына қойып қойсаңыздар, өзі еріп тұрады. Содан кейін миксермен ағарғанша жақсылап араластырамын. Мен миксерде осылай 6-7 минуттай миксерлеп тұрдым. Миксерді тоқтатпай айналдырғаннан соң менде ағарып, әдемі болып шығады. Міне видеода көргендеріңіздей әдемі болып ағарды. Жақсылап біркелкі масса болғаннан соң келесі бізде творожный сыр. Менде Коллехтің творожный сырын күнделікті қолданамын. Творожный сырымыз бізге 100 грамм қажет. Барлығын салып, тағы да миксермен жақсылап біркелкі болғанша араластырамын. Барлық рецептісін астында описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден скрин жасап сақтап алыңыздар. Бұл крем жаз айларында торт жасаған кезде міндетті түрде көмектесетін кремдердің бірі, және де тортыңыз өзінің формасын жақсы ұстайтын болады. Міне біздің келесі шоколадымыз осылай еріп тұрған кезде ыдысымызға салып қосамыз, және де тағы да миксермен баяу миксерлейтін боламын. Біздің креміміз осылай дайын болады. Барлық қоспаларын қосып болдым. Енді барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң тоңазытқышта 1-2 минутқа салып аламын. Тоңазытқышқа салып болғаннан соң тортымыздың сыртын тез арада қаптаймыз. Бұл кремді ұзақ уақытқа қалдыруға болмайды, өйткені құрамында шоколад бар. Құрамында шоколад болғаннан соң креміміз қатып қалуы мүмкін. Сол себепті тортымызға 2 бөліп сыртын жағуға да болады. Осылай біркелкі жағып болғаннан соң тортымызды холодильникке салып, қайтадан екінші кезекте тағы да қаптауымызға болады. Сол себепті біздің тортымыз сырты тегіс және де қолға жабыспайды. Сол себепті мен бұл кремді жаз айларында торт жасағанда осылай міндетті түрде ақ шоколадты қосып сыртын қаптаймын. 1-2 минут холодильникке салып болғаннан соң миксермен тағы да жақсылап араластырып жіберіңіздер. Сонда кремдеріңіз біркелкі болып, әдемі болып жағылады. Міне біздің торттың сыртын қаптайтын креміміз дайын. Енді бір күн алдын қойып жинап қойған вупи-пай корждармен тортым дайын. Тортымды алып сыртын қаптай бастаймын. Тортымызды сыртын қаптайтын кезде біз арнайы кондитерский мешоктың көмегімен ішіне салып, тортымыздың жан-жағын бір тегіс етіп, жинап, осылай кремдерін жағып аламын. Торттың сыртына жаққан кезде өте қолайлы және де ыңғайлы. Осылай бас жағын міндетті түрде ауа қалдырмай жақсылап орап алуымыз қажет. Сонда бізде кремді сыртына жаққан кезде өте ыңғайлы болады. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, бір тегіс етіп сыртына кремін жағып шығамын.
Келесі осылай тортымыздың барлығын кремнің жағып болғаннан соң осылай тортымызды тегістеп айналдырып, артық жеріне кремдерін дұрыстап, жетпей қалған жерлеріне кремдерін жағып, осылай бір тегіс етіп тортымыздың сыртын тегістеп аламын. Мен бұл торттың сыртына осылай бірінші слой етіп кремімді жағып алдым. Бір жағып болғаннан соң холодильникке тағы да 1-2 сағатқа қалдырып, тағы да сыртына бір слой етіп кремін жүргізіп, тегістеп тортымды осылай тегістеп сыртын жағып алдым. Тоңазытқышқа 1 сағат осылай қойып алдым. Қойып алғаннан соң тағы да тортымның сыртын кішкене жағып, жетпей қалған жерлеріне жағып, осылай бір тегіс етіп тағы тортымды жүргізіп тегістеп бастадым. Достар, егер де сіздерге видео рецепт пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, астына жылып пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Міне біздің тортымыз дайын, осылай әдемі болып бір тегіс болып шығады. Осылай бір тегіс болып шыққаннан соң тағы да тоңазытқышқа 1-2 сағатқа салып, осылай тортымыздың оформлениясын жасайтын боламыз. Біздегі қазіргі трендтегі хит торттардың бірі осылай корона тортының осылай узорларын жасап шығамын. Осылай барлығын жасап болғаннан соң торттың ортасына ацетоновый пленка қоятын боламыз. Видеода толығырақ түсіндіремін. Және де бізге қажетті заттардың барлығын мен кондитерский магазиндерден табамын, және де Каспий магазиннен заказ беріп алдыртамын. Осындай әдемі короналарды мен Каспий магазиннен арзан бағада алдыртамын. Сіздерге де кеңес беремін, сол жерден таба аласыздар. Және де осылай ортасын, теңдей ортасын қайшының көмегімен домалақ етіп, қайшымен кесіп аламын. Және де осылай кез келген өздеріңізге ыңғайлы, ұнайтын топперлерді қолдануға болады. Және де біздегі пищевой кондуринді қолданамын. Ең алдымен біз тортымыздың осылай қақ ортасына теңдей етіп, ацетоновый пленкамызды осылай формасын кесіп дайындап аламын. Дайындап болғаннан соң ортасына осылай шамымды қойып, коронамызды теңдей ортасына қойып дайындап аламын. Дайындап болған коронамның ортасына жаңағы кондуринді сеуіп шығамын. Сіздер де көрген боларсыздар, видеоларда осылай кондуриннің көмегімен әдемі етіп тортты үрлейтін болады. Бұл менде тапсырысқа арналған торттардың бірі, сол себепті және де мен клиентімнен осылай видеосын отзывын жіберуді сұрадым. Нәтижесін менің видео шортс бөлімінен көре аласыздар. Сол жерге салатын боламын. Тортымыздың соңғы бөлігі бұл алдына қойылатын арнайы топперімізді қоятын боламын. Осылай артына шоколадымызды жағып, тортымыздың алдыңғы бөлігіне жақсылап қойып аламын. Міне біздің тортымыз дайын, өте әдемі болып шықты, және де клиентіме өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнаса, видеоға лайк басып, жылы пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің парақшам пайдалы, көптеген торттардың видео рецепттерін таба аласыздар. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сәлем достар, бүгін сіздермен езілмей және де қамыры жыртылып кетпейтін мантының құпиясын бөлсемін. Күнделікті осы рецептпен жасап жүремін. Өте дәмді және де тойымды, сочный болып шығатын мантылардың бірі. Ең алдымен видеоға лайк басып,
пікір қалдырып және де астында подписаться кнопкасын басып менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Менің каналымнан көптеген рецепттерді таба аласыздар. Бұл рецепт арқылы мантыны қатырып та қоюға болады. Өте сәтті рецепттердің бірі. Міне видеода көріп отқандарыңыздай қамыры жыртылмай өте әдемі болып шыққан. Ең алдымен 1 стакан 200 грамдай салқын суымызға 1 чай қасық ас тұзын салып ерітіп аламыз. Електен өткен 550 грамм ұнымыздың үстіне суды құямыз. Артынша 1 дана жұмыртқамызды да саламыз. Және де осы мантының құпиясы бізде 5 бармақтан қалған осындай бетіне шыққан майларын алып қоямын. Осыдан 2 ас қасықпен салып, ұнымызды жақсылап қамырымызды илейміз. Басында қамырымыздың басы бірікпей, осылай ұнымыз көп болып тұрған сияқты болады. Ештеңе етпейді, қорқудың қажеті жоқ. Қамырымызды қатты етіп илеуіміз қажет, сонда біздің мантымыз өте әдемі болып шығады. Қамырлары жыртылмай, езілмей шығатын қамырдың құпиясы осында. Осылай бір илегеннен соң жақсылап осылай бетін жауып қалдырамыз. Артынша жарты сағаттан кейін тағы да илеп, басын біріктіріп қоямыз. Қамырымды мен 1-2 рет қайтарып жасап болғаннан соң осылай артынша үшіншісінде қамырымды жая бастадым. Осылай қамырымызды қолдың көмегімен ең алдымен домалақ етіп шеттерін басып, қолымызбен басып шығамыз. Және де артынша оқтаудың көмегімен қамырымды жайып бастадым. Сіздерде қамырларыңызды осылай біркелкі етіп, жұқа әдемі етіп жайып алдым. Оқтаумен жұмыс жасаған кезде қамырымыздың екі шетінде қолымыз болуы қажет. Ортасын баспаймыз. Ортасы онсыз да өте жұқа болып жайылады. Сол себепті бізде қамырымыздың шетінде қолымыз жүруі қажет. Осылай бастапқыда ұнымызды көбірек салып отырамыз. Сосын барып, артынша соңына қарай ұнымызды азайтамын. Мен манты жасаған кезде мантының қамырын жұқа етіп жасағанды ұнатамын. Сол себепті мантымның қамыры жұқа болса да ешқашан езілмей әдемі болып шығады. Қамырмен жұмыс жасағанда ешқашан қорықпаңыз, барлығы бірден болып кетпейді. Бастапқыда қамырларыңыз әртүрлі болады, формасы өзгереді. Одан ешқашан қорқудың қажеті жоқ. Солай барлығын үйреніп аласыздар. Міне біздің қамырымыз дайын болып қалды. Дайын болған қамырымызды өзіміздің мантының формасына салып кесіп аламын. Мантының қамырын енді осылай оқтауға жинап алып, кезекпен кезек алмастырып, қамырымызды осылай дайындаймын. Дайындап болған қамырларымды пышақтың көмегімен кесіп дайындайтын боламын. Видеода көрсетілгендей етіп. Ұзынша етіп барлығын бөліктерге бөліп болғаннан соң қойып аламын. Қойып болғаннан соң 4 бұрышқа бірдей етіп барлығын кесіп дайындаймын. Мантының салмасына кез келген фарштың түрін қолдануға болады. Фарш және де пияз, қалауыңызға қарай картоп және де ас көктерді қосуға болады. Менде барлығын алдын ала дайындап, турап қойдым. Сосын барып мантыларымыздың ішіне салып түйетін боламын. Және де мантының салмасына үйлеріңізде жиілінбей қалған және де 5 бармақ асқан кезде майлары қалып кеткен болса, оны тастауға асықпаңыздар. Осындай манты, самса ішіне қосып жіберуге болады. Мантыларыңыз өте дәмді болып шығады. Сол себепті майларды тастауға асықпаңыздар. Мен өзім осылай манты жасаған кезде міндетті түрде фаршпен бірге сондай майларды қосып аламын. Менде осылай ас көктерді қосып алдым. Одан сайын біздің фарштың салмасымен бірге өте дәмді болып шығады. Сіздерге де кеңес беремін. Барлық тағамдарды осындай ас көктерді қосып дайындағанды өте қатты ұнатамын. Менде жылқы етінен осылай фаршымды мясорубканың көмегімен алдын ала шығарып алдым. Шығарып алып, қасына майды да қосып, тұзын және де бұрышын дәміне қарай қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Мантымыздың суы ағып, өте дәмді болып тұрғанын қаласаңыз, пиязымызды көбірек қосамыз. Сонда бізде пияздың сөлі шығып, өте дәмді, сулы, сочный болып шығады. Міне осылай барлығын видеода көрсетілгендей етіп, барлығын ішіне салып, салмасын түйіп аламын.
Мантымызды түйіп жатқан кезде біз мантының астында кастрөліне суымызды қайнатып тұруымыз қажет. Және де мантыңыз сочный болып шығудың бір құпиясы бұл мантыңыздың суы асты қайнап тұруы қажет. Сол кезде біз мантыларымызды саламыз. Ал қайнамай тұрған кезде мантыны салған кезде сіздің қамырларыңыз жыртылып, езіліп шығуы мүмкін. Сол себепті алдын ала суымызды қайнатып, кейін барып мантыларымызды саламыз. Міне менің мантыларым әдемі болып, өте керемет болып шықты. 2 лист дайын. Осылай дайын болған мантыларымды қайнап тұрған буға осылай қойып, пісіріп 45-50 минуттай пісіріп алдым. Сонымен қатар осы рецепт арқылы заморозка және қатыруға да болады. Өте дәмді, кез келген уақытта жасап жеуге болады. Осылай барлығын пісіріп аламын. Пісіп шыққан мантыларды осылай үстінен суын жүргізіп шығамыз. Сонда біздің мантыларымыз одан сайын жұмсақ болып пісіп шығады. Міне біздің мантымыз дайын. Ұсынуға болады. Мантыларым ыстықтай өте әдемі болып тұр. Дастарханымызға ыстықтай салып ұсынамыз. Және де мантыларыңыз қатты болып қалса, мантыны осы ыстық күйінде кері айналдырып, төңкеріп қойсаңыздар, одан сайын мантыларыңыз өте дәмді және де жұп-жұмсақ болып шығады. Бұл анамның рецепті бойынша, анам да солай дайындап жүретін, мен де солай дайындаймын. Сол себепті осылай жасап көріңіздер. Достар, егер де сіздерге видео рецепт пайдалы болса, ұнаған болса, лайк басып, астына жылы пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Және де достарыңызға бөлісе кетіңіз. Егер де мантыңыз ұқсамай, жыртылып кететін болса, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Мантының қамыры берік және де тығыз болуы, қатты болып жақсы иленуі осы мантының қамырына байланысты. Сол себепті осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сәтті шығады деген ойдамын. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова. Ас болсын! Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен дәмі тіл үйіретін, керемет, дәмді болып шығатын мерекелік салаттардың бірі фунчоза салатын дайындаймыз. Салат өте дәмді және де тойымды болып келеді. Видеоны соңына дейін қарап, бағалап кетіңіздер. Ең алдымен біз осылай фунчозамызды дайын күйін қайнап тұрған ыстық суымызда 5-10 минутқа қалдырып алдым. Біздегі ыстық су үстін толықтай басып тұруы қажет, және де бетін жауып қалдырамын. Қалауымызға қарай сиыр етін немесе жылқы етін, кез келген еттің түрін қолдансаңыздар болады. Менде жылқы еттерін ұзынша етіп, барлығын біркелкі етіп турап аламыз. Бұл бізде салатымызда әдемі болып көрінеді және де жегенге де өте дәмді болып шығады. Осылай барлығын ұзынша етіп турап аламыз. Турап алғаннан соң қызып тұрған майымызда табамызға қуырып пісіріп аламын. Сонымен қатар фунчоза салатына светофор тәтті бұрыштарымды да қолдандым. Қызыл, жасыл, сары түстерін қолдануға болады. Бізде салатымыздың реңін ашып әдемі көрінеді. Табамызға оливковый масло майын қолдандым. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша күнбағыс майын да қолдануға болады. Кез келген майдың түрін қолдануға болады. Менде осылай етімді барлығын орташа отта қуырып, жақсылап пісіріп алдым. Пісіріп алғаннан соң соңына қарай етіміз піскеннен кейін барып соя тұздығын үстіне құятын боламын. Көз мөлшермен барлығын жасап алдым. Салатымыздың дәмін одан сайын ашатын біздегі осы жасыл, қызыл, сары тәтті бұрыштарымызды да соломка түрінде турап аламын. Келесі кезекте 2 дана қиярымызды да ұзынша етіп турап аламыз. Бұл бізде салатымызды әдемі етіп көрінеді. Қалауыңызға қарай помидорды да қоссаңыздар болады. Мен 1 дана помидорымды да ішіндегі суларын алып, помидордың сыртқы жағы қатты жерлерін соломка түрінде кесіп алдым. Екі дана сәбізімізді де үккіштен ұзынша етіп өткізіп алдым.
ұзынша етіп өткізіп алғаннан соң етімізден кейін осы сәбізімізді де қуырып алатын боламыз баяу отта. Етімді де жанында қуырып жатырмын. Етімді қуырып жақсылап осылай суы тартылғаннан соң барып піскеннен соң бізде соя тұздығын қосатын боламыз. Мен көз мөлшерімен қостым. Осылай қосқаннан соң жақсылап араластырып аламыз. Етіміз піскеннен соң барып артынша сәбіз және де тәтті болгар бұрыштарын, қызанақ, қиярларымыздың барлығын рет-ретімен салып араластырып отырамыз. Етіміз толықтай піскеннен соң артынша үкіштен өткізілген сәбіздерімізді де жақсылап араластырамыз. Бізде баяу отта осылай жақсылап араластыратын боламыз. Артынша тәтті болгар бұрыштарын, қызанақ, қиярды барлығын рет-ретімен салып араластырамыз. Сонымен қатар дәм беретін 2 дана чесногымызды да үкіштен өткізіп жақсылап майдалап турап осылай салатымызға қосатын боламыз. Сонымен қатар салатымыздың дәмін беретін петрушка ас көктерін қосуға болады. Менде майдалап жақсылап турап осы салаттарыма қосатын боламын. Біздегі асты, газдың асты қатты болмау қажет, орташа немесе баяулатып бір қалыпты етіп осылай араластырып отырамыз. Салатымның барлық ас көктерін, көкөністерін барлығын осылай араластырып болдық. Енді біз келесі кезекте фунчозаны ыстық суынан алып және де салқын суға салып, суынан ажыратып аламыз. Осылай дайын болған фунчозаларымызды қайшының көмегімен бөліп шығатын боламын. Алдын ала бөліп дайындап алдым. Сосын барып осылай ас көктерімізді, көкөністерімізді осылай салатымызға қосып араластырамын. Фунчоза салатына арналған дәмдеуіш заправкамыз чимчимді қосатын боламын. Осылай барлығын қосып, жақсылап салатымызды араластырамыз. Салатымыз дайын. Осылай 5-10 минутқа тоңазытқышта ұстап, салатымызды ұсынуға болады. Бұл салатты мерекелік дастархандарға, кез келген қонақ күткен кезде де жасалатын салаттардың бірі, өте оңай. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Тез дайын болады және де бір қойғаннан таусылып, желініп кететін салаттардың бірі. Достар, егер де сіздерге видео рецепт пайдалы болса және де ұнаған болса, лайк басып, астына пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Бұл мен үшін маңызды және де достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Мен бұл салатты аптасына 1 рет жасап тұрамын. Өте жиымтал салаттардың бірі және де қонақ келгенде мерекелік дастархандарға осы салатты міндетті түрде дайындаймын. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, астында тұрған подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова, ас болсын. Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте витаминге бай, дәмді болып шығатын брокколи және де түсті қырыққабат қосылған салатымызды дайындайтын боламыз. Менің парақшама тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Қазіргі көктем мезгіліне арналған өте дәмді салаттардың бірі, сіздерде міндетті түрде жасап көріңіз. Ең алдымен қайнап тұрған суымызға брокколи және түсті қырыққабаттарымызды 5-7 минутта қайнатып алатын боламыз. Су қайнаған кезде бір ас қасықпен тұзын салып жібереміз. Сосын ыдысымызға 2 дана тазартылған сәбізімізді теркадан біркелкі етіп өткізіп аламын.
Сәбізімізді осылай теркадан өткізіп болғаннан соң, келесі орам жапырағымызды да кез келген көлемде өзіміздің салатымызға ыңғайлап турап алатын боламыз. Менде осылай кусоктарға бөліп турап алдым. Сәбізбен осылай орам жапырақтарымызды турап болғаннан соң, 1 чай қасықпен тұзымызды салып, қолымызбен жақсылап, мыжғылап, осылай бөлме температурасында бетін жауып қалдыратын боламын. Келесі бізде осылай 2 дана қиярымызды да өзіміздің кез келген бөлектерге бөліп, салатымызға ыңғайластырып, кесіп, барлығын дұрыстап турап аламын. Менде осылай 2 дана қияр және де 2 дана қызанақты жақсылап турап алдым. Қызанақ пен қиярымызды жақсылап осылай бөлектерге бөліп турап болғаннан соң, келесі бізде осылай светофор тәтті бұрыштарымызды турап алатын боламыз. Осылай менде барлығы көп қажет емес. Осылай жарты ғана бөлектерін алып қолданатын боламыз. Светофор тәтті бұрыштарымызды өзіміздің қалауымыз бойынша осылай бөлектерге соломка түрінде турап алған әдемі көрінеді салатта. Мен осылай жақсылап барлығын турап дайындап алдым. Бұл бізде салатымыздың өңін ашып әдемі етіп тұрады және де витаминдерге бай. Келесі біздің салатымыздың дәмін кіргізетін көкшөптеріміз, петрушка мен укропты жақсылап жуып алдым. Жуып алғаннан соң майдалап бөлектерге бөліп салатыма қосатын боламын. Бұл аскөктер біздің салатымыздың дәмін кіргізетін болады. Брокколи мен түсті қырыққабаттарымызды осылай қайнатып алғаннан соң, салқын суға салып, кептіріп аламыз. Кептіріп алғаннан соң, осылай салатымызға жегенге ыңғайлы етіп, бөлектерге бөліп, кесіп дайындап аламын. Бұл салат осы брокколи және түсті қырыққабаттармен өте керемет үйлесім табады, дәмі де керемет болып шығады, витаминге бай, керемет салаттардың бірі болады. Сіздер де міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Бір жасағаннан әдемі шығады. Барлығын салып болғаннан соң, соңында 2 немесе 3 дана чесногымызды да үккіштен майдалап өткізіп алатын боламыз. Біздің салатымыздың дәмін одан сайын керемет етіп шығады. Келесі 2 ас қасықпен оливковый масло қосамыз және де мен осылай чин-чимнің дәмдеуіштерін қосып, жақсылап салатымды араластырып, тоңазытқышта 5-10 минутқа қалдырамын. Дайын болған салатымызды дастарханымызға ұсынатын боламыз. Кез келген той, жиын, мерекелік кештерге өте керемет салат және де үйде жасап көргенге өте керемет пайдалы салаттардың бірі. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Витаминге бай, нағыз дәруменді салаттардың бірі. Достар, егер де сіздерге рецепт пайдалы болса, лайк басып астына пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Астында тұрған подписация кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Менің парақшам пайдалы, көптеген тәтті және де тағамдардың рецептерін таба аласыздар. Бұл салатты қазіргі көктем мезгіліне арналған нағыз витаминге бай салаттың бірі, сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова, ас болсын.
Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен үгітілмелі жұп-жұмсақ болып шығатын және де 30 минутта дайын болатын самсаның рецептісін бөлісетін боламын. Егер де үйге қонақ келетін болса, тез жасайтын самсалардың бірі, сіздермен рецептісін бөлісемін. Сіздер астында тұрған подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 250 грамм ұн, шым-шым тұз және де салқын сары майымызды жақсылап майдалап, үгілмелі етіп қамырымызды жасайтын боламыз. Қамырымыз бен сары майымыз жақсылап біркелкі болып араласу қажет. Араласып болғаннан кейін бір дана жұмыртқа және де 50 грамм қаймағымызды қосып, тағы да қамырымызды жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтындай етіп, қамырымызды дайындаймыз. Дайындап болғаннан соң біз қамырымызды 20-25 минутқа начинкасын дайындап болғанша холодильникте ұстайтын боламыз. Міне осылай жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтындай әп-әдемі тестамыз дайын болады. Бұл қамырмен біз етті бәлішті де жасасақ болады. Етті бәлішке де арналған қамырлардың бірі. Сондықтан да қорықпай жасай берулеріңізге болады. Қамырымызды тоңазытқышқа жіберетін боламыз, ал біз келесі кезекте салмасын дайындаймыз. Салмасына өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген начинканы қоссаңыздар болады. Менде бір дана картоп, 2 пияз және де фарш болды. Барлығын жақсылап майдалап тура болатын боламыз. Тура болғаннан соң тұз бұрыштарын қосып, дәмдеуіштерін қосып араластырамыз. Самсаның ішіне салынатын болғандықтан мен барлығын майдалап тура болуға тырыстым. Менде пияздарымды да жақсылап майдалап бөліктерге бөліп, жақсылап тура боламын. Міне қамырымыз тоңазытқыштан алып шықтым. Тоңазытқыштан алып шыққаннан соң кез келген өзіміздің формамызға барлығын біркелкі етіп, дөңгелек етіп, барлығын дайындап аламын. Сосын барып өзіміздің оқтаудың көмегімен домалақ етіп жайып шығамын. Бұл қамырмен самсаларымыз жұп-жұмсақ, үгілмелі болып, әдемі болып шығады. Сіздерге де кеңес беремін. Осылай міндетті түрде бір рет жасап көріңіздер. Үйіңізде қонақ күтетін болып қалсаңыз, осы самсаларды жасасаңыздар, ешқандай ұялмай дастарханға ұсына бересіздер. Менде барлығы 13 дана самсам шықты. Сіздер де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша осы рецептіні 2 есе көбейтіп жасай берулеріңізге болады. Менде осылай біріншісінде осылай аз көлемде бір лист шықты. Осылай жасап барлығын оқтаудың көмегімен домалақ етіп жайып аламыз. Жайып алғаннан соң өзімізге ұнайтын кез келген формаға салып, самсаларымызды түйіп алатын боламыз. Самсаларымызды түйіп бастаған кезде біз алдын ала пешімізді жарты сағат алдын қосып қоюымыз қажет. Сіздерге тағы да бір лайфхакпен бөліскім келіп тұр. Осылай пиаланың көмегімен жайылған қамырымызды ортасына қойып, және де салмасын салған кезде осылай түйсеңіздер, сіздердің самсаларыңыз томпақ болып, әдемі болып көрінеді. Және де осы лайфхакпен піскен самсалар өте әдемі көрінеді. Сіздерге де кеңес беремін, осылай жасап көріңіздер. Дайын болған самсаларымызды бетіне жұмыртқа жағып, бетіне сосын күнжітті сеуіп, 180 градуста 30-35 минутта самсаларымызды пісіріп аламыз. Самсаларымыз өте әдемі, ауызда ерейтін, үгілмелі қамырдан әдемі болып шығады. Сіздерге де кеңес беремін, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте тойымды, қонақтарымыз келгенде дастарханға ұсынылатын, тез дайын болатын самсалардың бірі.
Міне біздің самсаларымыз дайын. Осылай қып-қызыл, үгітілмелі, жұп-жұмсақ болып самсаларымыз пісіп шықты. Пісіп шыққаннан соң дастарханымызға ұсынатын боламыз. Достар, егер де сіздерге видео рецепт пайдалы болса, лайктарыңызды аямаңыздар. Менің каналымнан көптеген рецепттерді көре аласыздар, сондықтан да менің каналыма тіркеле кетіңіз. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова. Ас болсын!
Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын эскимо пирожниларын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз бөлме температурасында 3 жұмыртқамызды және де 150 грамм шекерімізді жақсылап миксермен араластыратын боламыз. Жұмыртқа мен қантты 5-7 минут қана миксерлесеңіздер болады. Сосын барып сұйық майымызды артынша салып жібереміз. Миксерлеп болғаннан соң, мұнда 100 грамм қайнаған суға 30 грамм какаоны құйып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Сосын барып біз осы тестамызды араластырып отырып қана құю қажет болады. Өйткені біздің суымыз ыстық болғандықтан жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Сол себепті миксерлеріңізді айналдыра отырып, сосын барып суымызды құйып араластырамыз. Келесі біз ұнымызды қосатын боламыз. Міндетті түрде осындай ситадан өткізгендеріңіз дұрыс. Сол кезде бір чай қасықпен разрыхителімізді де қосып жіберетін боламыз. Міне біздің тестамыз дайын болды. Осындай көлемде болу қажет. Сіздер өздеріңіз алдын ала пештеріңізді қосып қойыңыздар. Сосын барып өзіміздің кез келген формамызға салып пісіріп алатын боламыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Болғаннан соң осылай жан-жағын бір тегіс етіп дайындап пешке жіберетін боламыз. Міне бізді пештен шықты, суытып алдым, мен 1-2 сағатқа қалдырдым бөлме температурасында. Сосын барып сіздер оны крошки жасап майдалап алуларыңыз қажет болады. Мен осылай қолмен жасадым, өте жұмсақ болып шыққан. Блендердің көмегімен майдаласаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңызбен. Барлығын майдалап болғаннан соң біз сгущенкамызды қосып, таза қолымызбен, перчаткамен істесеңіздер де болады. Мен алдын ала қолымды жуып алдым. Сосын барып жақсылап осылай барлығын біркелкі етіп, бастары біріккенше жақсылап араластырамыз. Сосын барып видеода көріп отқандарыңыздай қолға жабыспайтындай болғаннан соң ғана біз осындай формамызға салып дайындап алатын боламыз. Сіздерде бұндай форма болмаса, қолдарыңызбен картошка тәрізді жасасаңыздар да болады, ол да әдемі көрінеді. Төменде рецепттің барлығын қалдыратын боламын. Төменде бұл рецептпен 8 штук эскимо пирожные шығады. Менде осы формадан 2 қайтара жасадым. Барлығын дайындап болғаннан соң біз морозилкаға жіберетін боламыз 15-20 минутқа. Сосын барып формадан шешіп, өзіміздің алдын ала дайындап қойған шоколадымызға салып, әрлеп дайындайтын боламыз. Тоңазытқышқа жіберген аралықта біз шоколадын дайындап аламыз. Шоколад менде Альпен-Гольд және Қазақстан шоколадын алдым. Шоколадтарымызды ыстық суда ертіп алатын боламыз. Дайындап, сол еріген шоколадымызға 30 грамм сұйық майымызды қосып, екеуін жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Шоколадымыз біздің қатты ыстық болмауы керек. 25-30 градус аралығында болғаны жақсы. Сонда біздің шоколадымыз қатты еріген сияқты ағып кетпейді. Бұлай өзіміздің пирожныйымызда өзін жақсы ұстайды. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Шоколадпен жұмыс істеген өте оңай және де әдемі болып көрінеді. Сосын барып шоколадтарымызды салып болған соң біз морозилкаға 5 минутқа қайтадан жіберетін боламыз. Сосын барып біз шоколадтарымызды алып, бетіне қалған қара шоколад пен ақ шоколадтарымызды ерітіп, осындай мешоктарға салып, осылай бетін әрлесеңіздер болады. Үйде қонақ күткенде өте әдемі көрінетін эскимо пирожниларымызды сіздер де жасап көріңіздер. Өте нәзік пирожнилардың бірі болып табылады. Достар, егер де видео ұнаса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта керемет рецепттер болады. Ас болсын. Баршаңызға сәлем. Күнделікті қайталанатын тағамдардан шаршасаңыз, міндетті түрде осы тағамды жасап көріңіздер. Өте дәмді және де еттері жұмсақ болып шығады. Біз ең алдымен тестасын дайындап қоятын боламыз. Ең алдымен бізге бір жұмыртқа, тұз және салқын суымыз қажет болады. Барлығын жақсылап араластырып,
ұнымызды салып, жақсылап, жұмсақ етіп қамырымызды илеп қоямыз. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, астында тұрған подписаться кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Және де келесі видеода қандай тағам түрін немесе тәтті түрін қаласаңыз, астына комментарийға қалдыра кетіңіздер. Сіздермен жасап, міндетті түрде бөлісетін боламын. Қамырымызды жақсылап илеп болған соң, бетін жауып, бөлме температурасында қалдыратын боламыз. Келесі біз начинкасын дайындайтын боламыз. Алдын ала барлығын дайындап қоямыз. Бізге бір сәбіз және де картоп және жарты пияз қажет болады. Негізі бұл тағамды үйіңізде қанша отбасы мүшелері болса, соған қарай көп немесе аз мөлшерде жасасаңыздар болады. Бұл тағамның атын көбінесе дімлема деп те атайды. Егер де сіз осы видеоны көріп тұрсаңыз, сіздердің өңірлеріңізде бұл тамақты қалай атайды? Астында комментарийға қалдыра кетіңіздер. Біз начинкамызға тұз, бұрышымыздың барлығын салып, жақсылап араластырып қоятын боламыз. Келесі бізде 2-3 штук сәбіз және де 6-7 дана картоптарды жақсылап турап, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турап дайындап қоясыздар. Бізде картоп сәбіздерімізді өте қатты майдалап жіберудің қажеті жоқ. Біз картоптарымызды 2-ге немесе 3-ге бөліп дайындап қоямыз. Тағамымыз дәмді болу үшін біз бір болгар тәттісін де қосып турап аламыз. Артынша пияз, етімізді де майдалап турап, дайындап тамағымызды бастаймыз. Қазанымызға керегінше сұйық майымызды құйып, жақсылап қыздыртып, етімізді салатын боламыз. Бірінші етімізді жақсылап қуырып болғаннан соң, артынша пиязымызды да салып, жақсылап пиязымыз сарғайғанша қуыратын боламыз. Пиязымыз қуырылып болғаннан соң, артынша сәбіз, болгар тәттісін және де картошкамызды салып, жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып, 5-7 минуттай қуырып, артынша томатымызды қосатын боламыз, біраз қасық. Барлығын жақсылап араластырып, дәмдеуіштерімізді және де тұзымызды салып, салқын суымызды құйып, демдейтін боламыз. Барлығын қуырып болғаннан соң, аз ғана суымызды қосып, бетіне біз капусталарымызды орнататын боламыз. Бетін жауып, газымыздың астын орташа отта біркелкі етіп пісіретін боламыз. Мұнда біз пісіріп болғаннан соң, келесі біз тестамызды жаятын боламыз. Тестамызды жақсылап ұнға аунатып, сосын барып жұмсақ етіп қамырымызды жаямыз. Бізде қамырымыз өте жұмсақ болған, сол себепті алдын ала ұнымызды сеуіп, қамырмен арасы жабыспайтындай етіп, жұқа қамырымызды жаямыз. Бізде бұл тамақтың ерекшелігі де осы тестасында болып тұр. Сол себепті тестасын өте жұқа етіп жаямыз. Жайып болған соң бетіне сұйық майымызды жағып шығамыз. Барлығын біркелкі етіп майын жағып, тестамызға сіңгеннен соң, тесталарымызды біркелкі етіп пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Мен тестаны 4-ге бөліп алдым, сосын барып 2-ге бөліп, өзіміздің кез келген формамызға келтіріп кесіп аламыз. Сосын кесіп болған тесталарымыздың ішіне начинкаларын салатын боламыз. Начинкаларын бір тегіс етіп барлығын жайып, салып, сосын барып гүл формасына келтіріп орайтын боламыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Бұл тамақ осы гүл ханыммен өте әдемі көрінеді. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ешқандай қиындығы жоқ. Сіздер осы начинканың орнына фаршты да қолдануға болады. Бізде тамағымыз өзі еті бар болғандықтан, біз осылай ішіне начинкасына сәбіз бен картошканы қостық. Ал енді біз осы капустаның үстіне жаңағы гүл тәріздес тесталарымызды орнатып, барлығын бір тегіс етіп қойып шығамыз. Алдын ала осылай орнын дайындап аласыздар. Сосын барып, тесталарымызды осылай салып, біркелкі етіп, бетін жауып, 40 минутқа қалдырамыз. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Енді тамағымызды дастарханға ұсынатын боламыз. Алдымен осы бетіндегі буға піскен гүл мантыларымызды алып аламыз. Алдын ала, сосын барып, қалған тамағымызды ыдысымызға салып, бетіне әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Біздің тамағымыз дайын. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Еттері жұп-жұмсақ болып піседі.
Достар, егер де видео ұнаса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта менің каналымның қандай рецептісін көргіңіз келсе, астында тұрған комментарийға жаза кетіңіздер. Мен сіздердің комментарийларыңызды міндетті түрде оқитын боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова. Ас болсын. Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осылай ұнсыз жайылған универсал тестаның рецептісін бөлісетін боламын, және де осы тестамен қаттама жасайтын боламыз. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 500 грамм ұнымызды салып аламыз, және де 1 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз, және де жарты қасық разрыхитель қосасыздар, және де 250 мг жылы суымызды қосып қамыр илейтін боламыз. Барлығын араластырып, қолымызға қамыр жабыспайтындай етіп, қамырымызды жақсылап видеода көрсетілгенде илеп алатын боламыз. Болған соң 2 ас қасық сұйық майымызды салып, тағы да бір кішкене илеп жібереміз де бетін жауып қалдыра тұрамыз. Және де біз мұнда начинкасына бізде осындай көк пиязды дайындайтын боламыз. Көк пиязымызды майдалап турап аламыз. Міне біздің тестамызды енді жаятын боламыз. Бізде тестаны жаятын кезде біз ұнсыз жаятын боламыз. Міне біздің тестамыз жайылып болды. Өздеріңіз қарап отырғандарыңыздай ұнсыз ештеңе қоспай иледік. Бұл сұйық майды қосудың себебі осыда. Сұйық майды қоссаңыздар, тесталарыңызға ұнның қажеті болмайды. Тесталарыңызды жайсаңыздар да ештеңе етпейді, жабыспайды. Өте керемет болып шығады осылай тесталарыңыз. Тестамызды жайып болған соң осылай ерітілген сары майымызды жағып, барлығын бірдей етіп жағып аламыз. Сосын барып жаңағы тураған көк пиязымызды да салып, начинкамызды осылай біртегіс етіп салып болған соң осылай кесіп шығатын боламыз. Біртегіс болу керек. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар, осылай барлығын бір көлемде етіп орап алатын боламыз. Міне біздің қаттамаларымыз дайын болды. Менде 5 штук шықты жаңағы тестадан. Енді біз 5 минутқа тоңазытқышқа қалдыратын боламыз. Және де тоңазытқыштан алып, тесталарымызды жайып, қызып тұрған майда пісіріп алатын боламыз. Қамырды жайып жатқан кезде, кішкене жабысқан кезде, ол жерде кукурузный крахмалды қоссаңыздар болады, кішкене ғана. Сонда тесталарымыз жабыспай жақсы жайылатын болады. Міне майымыз қызып тұр. Газдың астын орташа етіп қоямыз, қатты жылдамдықта болмайды. Міне осылай екі жағына аударып пісіріп алатын боламыз. Бұл деген өте хрустящий болып шығады. Келесісінде осылай майға қуырып айналдырып пісіріп алатын боламыз. Міне біздің қаттамаларымыз дайын болды. Хрустящий өте керемет болып шықты. Дәмі де керемет болды. Сіздер де достар жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Бір жегеннен барлығы таусылып қалады. Достар, егер де менің видеом ұнаса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер. Ас болсын. Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен қытырлақ тұшпара дайындайтын боламыз. Той жиындарға немесе үйіңіздегі балапандарыңызға дайындап берсеңіздер, өте дәмді және де қытырлақ болып шығатын тұшпаралардың бірі. Бізге ең алдымен 140 грамм жылы суымыз қажет, және де 1 штук жұмыртқамыз қажет, және де жарты шай қасық тұзымызды осы жерде салып жіберетін боламыз. Жақсылап араластырып, артынша ерітілген сары майымызды жақсылап салып араластырып аламыз. Сосын біз бір шетке қойып, құрғақ заттарымыз ұн, жарты шай қасық разрыхитель, жарты шай қасық дрожж, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызға бізге қажетті ұнның мөлшері 400 грамм ұн. Және де біз ұнымызды бірден салып жібермей, екі бөліп салып алатын боламыз. Жақсылап араластырып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз.
барлық құрамы қанша граммдарын астында тұрған описание бөліміне қалдыратын боламын, сол жерден көре аласыздар. Осылай тестамызды жұп-жұмсақ етіп бірнеше рет қайтара илеп алатын боламыз және 1 сағатқа бетін жауып қалдыратын боламыз. Келесі қызып тұрған табамызға сұйық май құямыз және де майдалап туралған 1 дана пиязымызды саламыз. Өздеріңізге пияздың ұнағанына қарай 2 дана қоссаңыздар да болады және де 6-7 дана картобымызды қайнатып, езіп дайындап алатын боламыз. Осылай пиязымыз қуырылып болғаннан соң тұзымызды қосып, жақсылап, осылай картошкаларымызды араластырып аламыз. Міне 1 сағат өтті, енді біз қамырымызды жақсылап жаятын боламыз. Бұл жерде ескеретін жайт, осылай қамырларыңызды бірнеше рет қайтарып алсаңыздар, сіздердің қамырларыңыз жақсы жайылатын болады және де ұнмен жұмыс жасайтын боламыз. Біз тестамызды жақсылап бешбармақтың қамыры сияқты жаятын боламыз. Қамырымыз қатты жұқада болмауы қажет және де қалың болмауы қажет. Бір қалыпты етіп, қамырымызды біркелкі етіп, әдемілеп жаятын боламыз. Достар, егер де сіздерге видео пайдалы болса, астында тұрған подписаться кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер және де поделиться етіп достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Міне біздің тестамыз дайын болды. Тестамыз дайын болғаннан соң біз өзімізге ыңғайлап бешбармақтың қамырын кесетіндей етіп жайып аламыз, бірақ біз тестамызды 4 бұрыш болуы қажет. Сондықтан біз өзімізге ыңғайлап осылай дайындап, екі жағына кезекпе-кезек аударып отыратын боламыз. Және осылай көз мөлшерімен кессеңіздер де болады. Болмаса осылай бір кескеніңізді қайтара осылай үстіне қойып кесіп алсаңыздар да болады. Міне осылай тесталарымызды жақсылап кесіп аламыз. Сосын барып үстін қойып, 4 бұрыш етіп формамызға келтіріп кесіп аламыз. Осылай 4 бұрыш етіп кесіп алғаннан соң ішіне салмасын салып, жақсылап осылай пенмен тәріздес етіп түйіп алатын боламыз. Түйіп алғаннан соң барлығын осылай жақсылап түйіп алып, сосын барып қызып тұрған майымызға құйып пісіріп алатын боламыз. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, өте дәмді, хрустящий болады. Бір жегеннен өздеріңізді тоқтата алмай қаласыздар. Және балапандарыңызға ұнауына 100% кепілдік беремін. Достар, егер де видео ұнаса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер және де міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!